Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда үй жағдайында балмұздақ әзірлейміз. Балмұздаққа 400 мл 33% кілегей алдым, яғни сливки, өте салқын. Кілегейіміз қою кремге айналғанша миксерлейміз. Миксерлеп алдық, қоюлатып алдық, және біз ванилинімізді қосамыз. Қоюлатылған сүтімізді қосамыз. Дайын болған балмұздақты 3 бөлікке бөліп аламыз. Біз балмұздақтарымызды 3 бөлікке бөліп салып алдық, және 50 граммдай қара шоколадымызды алып ертіп алдық, және малинамызды алдық. Bir бөлігін малиновый жасаймыз, яғни бір бөлігін шоколадты, және бір бөлігі ванильді балмұздақ болады. Біз енді малинамызды езіп араластырып аламыз. Малинамызды қосып, балмұздағымызды араластырамыз. Және түсі сондай әдемі қызғылт түс болу үшін бір тамшы қызыл бояғышымызды қосып жібереміз. Балмұздақтарымызды мұздатқышқа 3 сағатқа қатырамыз. Мінекей достар, біз бүгінгі балмұздағымызды әзірлеп болдық. Сондай дәмді көрінеді. Әрі әдемі. Қазір балапандарым жейді. Ұнады ма балмұздақ? Дәмді ме екен? Шоколадный, ванильный, және клубничный, я? Клубничный жоқ мұнда. Малина. Малина, я. Байымызақ қой. Мороженый орысшасы, балмұздақ қазақшасы.